Таңертең ояна сала ойыңызды қағазға бірден жазып алыңыз. Одан кейін анализ жасаңыз. Бұл не үшін маңызды? Ары қарай видеода айтатын боламын. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Ал біз бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Сонымен анализді біз қалай жасаймыз? Мысалға, сіз ойыңызды қағазға жазып алдыңыз. Енді ол негативке жата ма, әлде позитивке жата ма? Яғни оның энергиясы қандай, осыны анықтайтын боламыз. Егер де сіздің ойыңыз қазір негатив позициясында болса, және жалпы статистика бойынша адамдардың 75% көбінесе негатив оймен оянады екен. Сол себептен де ол негатив ой болуы мүмкін. Яғни негатив ойды позитив ойға айналдырамыз. Бұл не үшін маңызды, қаншалықты маңызды, бүткіл өміріңіздегі ситуациялардың барлығы сонымен байланысты болады. Сол үшін видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал қазір сіздерге мысал келтірейін. Таңертең тұрдыңыз. Мысалға, сізде бір шама қарыз бар, ол үлкен қарыз болуы мүмкін, кіші қарыз болуы мүмкін. Сіз бірден қарызды қалай қайтарам? Осы қарызды құтылу үшін үнемі жұмыс жасау керек, көп жұмыс жасау керек деген сияқты ой болуы мүмкін, немесе ой жұмысқа бару керек солу үшін, ақша сондай қиын келеді деген сияқты бір ойлар болуы мүмкін. Мысалға, ол бір ғана бір фраза болуы мүмкін, ал мен енді бірнешеу келтірдім, өйткені әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Яғни сіз осындай оймен оянсаңыз, сіз еш уақытта қарызыңызды уақытылы жаппайсыз, қарыздың үстінен қарыз пайда бола береді. Егер сіз осы ойыңызды бір сөзбен жеткізіп, оны позитивке айналдыра аласыз. Мысалға, ақша маған күннен күнге ағылуда. Немесе бір-ақ ғана фраза жазыңыз, нақты болу үшін. Келесі айда, мысалға тамыз айында 2023 жылы маған карточкама 500 мың теңге түседі. Мысалы, сізге қазір қандай сома керек, прям соны жазыңыз. Енді мысалға совсем андай миллиондап жазбай қойыңыз, өйткені оның орындалуына көп энергия керек болады, біраз уақыт керек болады. Сол себептен де какой-то бір өзіңіздің сомаңыздан бір 4-3 бөлігін жазыңыз. Ең бірінші бұны жаңағы сіздің өміріңізде практикаға кіргізу үшін кішкенеден бастаймыз, яғни сіз нақты жаздыңыз, және бұл жерде бірден ол қалай келеді, қандай жолмен келеді, қаяқтан ол келеді, немесе ой, ол мүмкін емес деген ойды қостыңыз ба, все, ол ақшаның келуі сізге екіталай болады. Сол үшін ол қалай келеді деген ойды вообще ойламаңыз, просто жаза салыңыз. Өмірде ғажайып нәрселер күнде болады. Және мен өзім соған сенем. Сол үшін менің өмірімде ғажайып дүниелер өте көп болып жатады. Өзімнің басымнан өткендіктен мен бұл видеоны сіздерге жазып отырмын. Бұл тек қана менің бір кітаптан оқып алған нәрсем емес. Сол себептен де дұрыс жасасаңыздар, бәрі дұрыс болады. Одан кейін, мысалға, енді шашап жүрген келіндер болуы мүмкін, ой, қазір енем тағы да сөйлейді, немесе атам тағы да сөйлейді, ой, бұларға шай дайындау керек деп, жаңағы әбден бір ренжішке толып кеткен келіндер болуы мүмкін, немесе қыздар болуы мүмкін, ата-анасына ренжіген, ой, қазір мама тағы сөйлейді деген сияқты. Осы сөзді тоже позитивке айналдырыңыз. Мысалға, енем өзімен өзім, мен өзімен өзім, менің өзімнің тірлігім көп, мақсатыма жетудемін, күннен күнге жақсылық көбеюде, деген сияқты. Енді бұл жерде бір қатып қалған қағида жоқ, өзіңіздің жүрегіңізден қандай сөз шығады, бірінші болып сол сөзді жазыңыз, жарай ма? Ойбай, оны дұрыс жазу керек, бұны былай жазу керек деген бір қатып қалған қағидаға қарамаңыз. Жалпы өмірде қатып қалған қағидалар жоқ. Просто бізде қатып қалған стереотиптер өте көп. Сондықтан адамдарға көп нәрсе қиын болып жатады. Және ең маңызды үшінші мысал, ол мысалға, адамдар жұмыс іздеп жүрген кезде бір жұмысқа барады, екінші жұмысқа барады, алмайды. Содан кейін ода қандай ой пайда болады? Ой, жұмыс табу қиын, жақсы жұмыс табу мүмкін емес. Жақсы жұмыс табу үшін міндетті түрде мынандай болу керек деген бір ойлар қалыптасып кетеді. Осындай егер ой болса, сіз оны қалай ауыстыра аласыз? Мысалға, мен біріншіден нені түсіну керек? Бірінші ойды жазбастан бұрын сіз бұл негативті позитивке айналдыру керексіз. Яғни, егер бұл жұмысқа мені алмаса, яғни бұл менің жолым емес, стоп, менің жолым басқа. Яғни, Құдай сізге осы арқылы сізді мүлде басқа жолдар, мүлде әлде қайда жақсы жолдар күтіп тұрғанын жеткізеді. Тіпті жұмысқа алмаса да, бүгін біреу қарызыңызды қайтармай жатса да, немесе біреу сізді алдап кетсе де, ренжітіп жатса да, енді орысша айтқанда во благо деп айтады, қазақша қалай айтсам екен. Яғни
кез келген жағдай жақсылығымен деп айтыңыз, жақсылығымен. Яғни сіз осы сөзді айтқан кезде любой ситуацияда, негатив ситуацияның өзінде әйтеуір бір жағдайлардың арқасында позитивке айналып кетеді өміріңіз. Сол үшін таңертең тұра сала бірден бірінші ойыңызды позитивке айналдыру өте маңызды. Бұл сіздің бүгінгі күніңіздің қалай өтуіне, жалпы айыңыздың қалай өтуіне, немесе жалпы өміріңіздің сапалы болуына өте қатты әсер етеді. Неге бұндай ситуация көп болады? Өйткені қазір негативтер өте көп. Жаңалықтар болсын, телевизорлар, инстаграмда ашсаңыз да бір-бірімен қырылысып жатқан, ұрсып жатқан, тағыс-тағысын сияқты ситуациялар бар. Біз соны қарап аламыз да, біз сол адамдардың өмірлік сценарийін өзімізге ұрлап аламыз. Яғни уже все, санада қорқыныш пайда болды, и біз сол адамдардың сценариймен, өмірімен өмір сүруге жол бастай бастаймыз. Бірақ Алла тағала всегда бізге екі жол тапты, тіпті 5-6 жол береді. Яғни барлығы сіздің қолыңызда. Ол как кино сияқты. Менің бүгінгі кином қандай болады? Менің киномның сценарийі қандай болу керек? Оны не обязательно ол мынандай болу керек. А именно сіз қалай сүйреттейсіз, сіз қандай қылып қалайсыз, прям солай ойласаңыз, ол постепенно солай болады. Ол как айна сияқты. Мысалы, бүгінгі өміріңізде егер сізді прям раздражать ететін адамдар көп болса, яғни сіздің өзіңізде раздражение көп, или сіз бір жерлерден раздражениені көріп алдыңыз да, сол картинаны ұрлап алдыңыз. Все, сіздің өміріңізде сондай адамдар болады. Яғни менің сценариім қандай? Бұл сценарий менікі емес, бұл сценарий ана адамдікі, бұл сценарий ата-анамдікі, бұл сценарий туысқандікі, әпкемдікі деп бөліп алып тастаңыз да, өзіңіздің өмірлік сценарийіңізді жазыңыз. Жалпы әр ойыңызды қадағалау, әр іс-әрекетіңізді қадағалау және оны дұрыс жолға түсіру, ол тек қана сіздің қолыңызда. Жалпы енді бүгін ұзақ емес видео, қысқа нұсқа, бірақ та өте бір маңызды нәрсені жеткізе алдым деген үміттемін. Кейде енді көбінесе мен мына өзіме көмектесетін кітаптардың бірі ол Вадим Зеланд «Трансерфинг» деген. Ол туралы мен видео түсіргем ол кітапқа. Ол кітаптың бір 5-6 бөлігі бар. Сол кітапты оқыған кезде мен шын мәнінде өте көп осындай бір пайдалы дүниелер түсінем, және өмірде қолданғанда прям не көрем, результат көрем. Сол себептен де егер бұндай ақпаратпен қай жерден танысуға болады десеңіз, осы Вадим Зеландтың «Трансерфинг» видеоларын немесе кітаптарын оқысаңыз болады. Енді орыс тілінде кішкене ауырлау жазылған, сондай бір глубокий смыслмен, бірақ дегенмен 2-3 рет оқыса адамға түсінуге болады. В принципе, мен өзім бір кітаптың өзін 2-3 рет оқыған кезде түсінем, именно Вадим Зеландтікін. Және ол түсінуді бір бөлек, адам дайын болған кезде дейді, кітапты түсіне бастайсың дейді. Егер сіз қазір кітапты түсінбесеңіз, немесе жалпы трансерфинг деген не, ол қалай жұмыс жасайды деген түсінбейтін болсаңыз, яғни сіздің өміріңізге ол әлі керек емес деген сөз. Бірақ мен сол үшін қазақ тілінде соны жеңіл, оңай жеткізуді прям өзіме мақсат қойғам. Себебі көп адамдар психологиялық ауыр кітаптарды түсінбейді, глубокий смыслдарды. Сондықтан егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып жазылып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазсаңыз болады. Мен күнделікті кешке барлық комментарияларға жауап беріп отырамын. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін.